Сонымен саламатсыздар ма? Екінші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін теорияны аздатып, кішігірім нені қосайық? Практиканы. Сіздердің сайттарыңызды алдым, сіздердің сайттарыңызды көрдім. Екі адам жіберді маған, қалғандар үй жұмысын жібермеді. Бірақ жарайды, енді болғаны болды. Маған үй жұмысын жіберсеңіздер, әрине мен сіздерге көріп обратная связь қайта в общем қай жер дұрыс қайсы дұрыс емес айтып бере аламын да. Егер жібермесеңіздер, онда персоналды ешнәрсе айта алмаймын. Сонымен жалғастырайық сабақты. Қазір мен сіздерге экранды бөлісейін. Барлықтарыңыз менің экранды көріп тұрсыздар ғой? Иә? Иә. Жайлап бүгін сайтқа жайлап ми қоса бастаймыз. Яғни сіздің жіберген сайттарыңыз жай ғана бүгінше сайт қой. Лендинг, промпт және дизайн. Осы жерде тоқтадық. Енді бүгін біз кішкене осын сайтты күрделендіреміз. Яғни біздер енді дерек жинаймыз. Яғни дерек жинау деген сөз, яғни біз деректерді білесіздер ғой, яғни вообще дерек деген таблица ғой. Сіздерде сайтыңызда бір определенный бір белгілі бір заттар болады, сол заттар бір жерде сақталу керек. Ол неге ол сайт болсын, ол мобильді қосымша болсын, компьютерде қосымша болсын, айырмашылығы жоқ. Барлығы бір жерде сақтайтыны бар. Сол үшін кеттік. Ал сіздермен жалғастырайық. Яғни міне біздер алдындағы бірінші ағымда мен мысалы былай бастап көріп тұр ғой сіздерге. Opus 4.8 Max маған қазір керек емес, маған хай жетеді. Fable 5 әлі ашық емес. Сол үшін мен сұраймын, неде тоқтап едік? Кеттік. Мен жаңа папкамды бердім, айтпақшы, жаңа бірінші ағым деген папканы. Жаңа сұрадым, неде тоқтап едік? Қазір міне өзі ойланады. И қазір бізге жауабын айтады. Индекс HTML. Бірінші ағымда. Сол үшін. Так, документы. Бірінші ағым. Міне бізде индекс HTML. Яғни біздер мынандай жерде тоқтадық. Давайте енді біздер қабылдауға жазылу деген басатын болсақ, яғни мына жерде еділ деп жазатын болсақ, өтірік бір номер жіберу. Яғни рахмет еділ, біз сізге жақын арада хабарласамыз, бірақ бұл дерек ешбір жерге кетпеді. Бұны қалай біз бір жаққа кеткіземіз? Айтам мен индекс тема сайтына енді маған админка деген білесіздер ғой? Яғни мен мына жерде бүйтіп басқан кезде мен ішіне кіре аламын. Бұл админканың бірнеше жолы бар, қазір көрсетейін. Басты бетте кіру батырмасы болсын. Тест пароль мен логин бер. Басында тестовый жасаймыз, любой логин пароль басында тестовый керек емес. Өйткені егер сіздер қазір прямой создавать етсеңіздер, оның пайдасы жоқ, ол уақыт қалады. Сізге ең басында максимальды тез тестировать етіп алған дұрыс. Сосын айтам, маған CRM жылдам керек админкада. Формадағы ақпарат сол CRM-ге түсуі керек. Жібердім.
алдымен өзі оқиды, жасайды, ол уақытта біздер барып кофе ішіп келсек болады. Яғни пока мынау жүріп жатқан уақытта ол менен бірдеңе сұрауы да мүмкін, бірақ жарайды, мен негізі басында планнан бастаймын, бірақ мына жерде сіздер көрсеңіздер болады, особо разница жоқ, өйткені бұл біз неліктен HTML-да бастап жатырмыз. Сіздердің бір ойларыңыз бар ма, неге HTML-дан бастап жатқанымызда? Кімде қандай идея бар? Неге біз HTML-мен істеп жатырмыз? Вообще HTML дегенді білесіздер ғой, не екен? Оны көрсеткен кезде, чтобы тез шығу үшін емес па? Java'да там көрсету қиындау. Жариялау оңайырақ. HTML-да мен көрсетіп жатқаным, сіздер бұл прототип, бұл яғни MVP деп аталады, яғни minimum viable product, яғни минималды өміршең продукт. Алдында айттым мен сіздерге, пончик жасаудың орнына, пончик жасап оған ақша құртып формасын жасап тағы бірдеңе орнына бауырсақ пісірдік, оны шоколадқа бүйтіп нутеллаға батырдық, бетіне присыпка септік те жеп дәмін көрдік. Адамдар қонады ма, ары қарай пісіреміз. Адамдар қонамады ма, яғни пісірмейміз. Яғни минималды ақша шығару арқылы, немесе тіпті ақша шығармау арқылы біз сол нишаны тестілеп аламыз, немесе сол идеяны тестілеп аламыз. HTML-да жасап жатқан біз қазір прототип жасап жатырмыз. Яғни біз бұл нағыз приложение емес, бұл сол приложениені имитация жасайды. Түсініңіз ғой, Сұрақтарыңыз болса, сұрап отырыңыздар. Түсінсеңіздер, түсіндік деп айтып отырыңыздар, мен өзім былай сценаға айтып отқан сияқты болмайын деген ғой. Түсінікті. Аха. Вообще, кез келген приложение негізі фронтенд. Фронтенд деген сөз, яғни беті. Просто беті. Ол жерде ештеңе жоқ, тек қана беті. Сосын бэкенд деген нәрсе бар, яғни артындағы логикасы. Яғни сізде вообще бүкіл приложениеңіздің бүкіл, былай айтқанда, коды, санауы, калькуляциясы, ішіндегі бүкіл логины, ақпарат, барлығы осы бэкендте тұрады. Және дерекқор деген нәрсе бар, яғни ол база данных. Яғни фронтенд бэкендке хабарлама жібереді, бэкенд дерекқорды тексереді, өзгертеді, сосын қайттан фронтендке жібереді. Яғни осындай үш нәрсе бар. Яғни бұған толық кірудің керегі жоқ, сіздерге білудің керегі жоқ, өйткені біз дерекқор мен бэкенд екеуін біріктіреміз. Біз Supabase деген нәрсе қолданамыз, және сіз оның особо білудің керегі жоқ, өйткені авторизация барлығы біз үшін жасалған, және барлығы тегін бэкендті қолдан көтеріп жүрудің ешбір қажеті жоқ бұл вайб кодингте. Сіз токенді экономдайсыз, және ең бастысы ол қауіпсіз. Яғни қауіпсіздік өте жоғары болады қолдан жазғаннан гөрі. Сол үшін мен кіре алмай жатырмын дейді бір кісіні. Қазір көрейік. Бізде қайда кірді ғой дейме? Тағы көріңізші. Так, жақсы. Не, бітір қойыпты, яғни индексті ашамыз. Яғни қазір бізде екі бет, және міне кіру деген тұр. Кіру деген басам, және админ 1-2-3 қателеспесем осындай болды ғой деймін, Міне бізде, мынау былай айтқанда ішіндегі админ панель. Барлық өтінім, жаңасы жұмыста аяқталды, яғни бір кішігірім канбан кесте. Яғни көрейік, хабарландыруға жазылайық. Атыңыз жазайық. Қасым. Телефон номері. Кез келген. Қызмет түрі тест тазалау. Және қосымша түсініктен керек емес. Жібердік. Кірейік, енді тексерейік. Көрдіңіздер ғой, міне түсті, Жұмыста, яғни статус беруге болады, өзгеріп отырады. CSV, яғни Excel-ге экспорт жасап аламыз.
жай тексеріп аламыз. Мына жерде данные, Excelге экспорт жасаған кезде сіздер мына данные деген келесіз, внешние данные из текста деген таңдайсыз. Яғни из текста деген ол мынау сізде жаңағы скачать етіп алған мына өтінімдер, яғни бұл сізде CSV файл, ол текст. С разделителями UTF-8 запятая, яғни CSV деген comma separated value, яғни comma деген үтір, яғни данныйларыңыз үтір арқылы сол үшін запятая көрдіңіздер ма, яғни мынандай болып келеді, как сізге көрсетейін, яғни ол ыңғайсыз болады оқығанда, мынандай ше. Көрініп тұр ғой барлықтарыңызға, иә? Данныйлар просто өтірмен бөлінген ғой, өтірмен бөлінген файлдар, яғни бұл ыңғайсыз. Сол үшін мен не істеймін? Мысалы, данные, внешние данные из текста жаңағы өтінімдерді ашам. Код UTF-8, яғни ол кириллицаны поддерживать етеді. Түсінікті ғой, Unicode UTF-8. Кириллицаны поддерживать етеді, басқалар поддерживать етпейді. Запятая, готово. Существующий лист немесе новый лист, яғни новый лист десем мына жерден жаңа создавать етеді, существующий лист десем осы лист бірге жасайды. Яғни импорт, және мен не көре аламын. Телефон, қызмет, көріп тұрсыз ғой, түсініктемесіне біз ештеңе жазбадық, статус жаңа міне көрініп тұр. Яғни бұл бізде осылай негізі бізде базаданықта біздің бүкіл данныйларымыз сақталады. Мынаның ішінде. Бірақ шынын айту керек, қазір бізде базаданықта ештеңе жоқ. Мынау база данлықтың имитациясы. Оны сіздерге түсіндірейін, мен мысалы қазір обновить етіп, мысалы жабайын. Кіре алмай жатыр ма адамдар, не болып жатыр өзі? Нужно разрешение дейді қазір мен. Бұл жерде қай жерін дейді оның? Қазір. Host controls. Host management атып тастаған. Бірінші сабақтың ссылкасына кіріп отқан жоқ. Бірінші сабаққа кіріп отыр ғой деймін, иә? Так, хорошо. Қайттан индекс HTML-да ашайық. Кіру. Мына жерде қазір мен сізге тағы бір нәрсе айтамын. Кірдім, мына жерде данныйлар ішінде сақталып тұр екен, иә? Удалять етіп көрейік. Удалять етіледі екен, шықты, жақсы, тамаша. Бірақ сіздерге бірден айтам, бұл шын база данных емес, бұл имитация. Бірақ әзірше бұл болады. Бірақ маған ұнамай тұрған мына жерде көп нәрселер бар. Яғни мына жерде кіруді басқан кезде, яғни логин, пароль, бұл жерге мысалы тіркелуге болмайды. Бұл жерде мысалы ешкім кіруді мына жаққа қоймайды. Негізі мына жаққа ешкім кіруді қоймайды. Негізі сайтта ең жақсы нәрсе негізі былай кіреді көп адамдар. Индекс HTML және мына жақта админ деп жазады да, солай кіреді негізі. Сол үшін вообще былай жасаған дұрыс. Кіруді кнопка емес, бір жасырылған сілтеме ретінде жасайық. Қалай ойлайсың? Қазір ол бізге жауап береді. Жақсы ой, клиенттер көретін мәзірі кіру тұрғаны ол ең ыңғайлысы логотипке жасырын әрекет. Жоғарыдағы логотип. Бұл не тупить етіп қойған бұл? Админ кіру, клиенттерге кіру емес, ол админ кіру. Құпия URL, ең дұрысы құпия URL. Құпия URL. Яғни
Ол қазір мен негізі өзім де бере аламын мына жаққа админ деген жаса деп, но ол өзі де жасау керек негізі, жылдам өзі түсіну керек. Яғни мына жерде кіру кнопкасының болмауы неге мына жерде болмау керек? Қалай ойлайсыздар? Админкаға кіру мына жерде болмау керек. Неге ойлайсыздар? Кімнің қандай ойы бар? Естіліп тұр ма? Алло. Ханымдар мен мырзалар. Естіп тұрсыздар ма? Қауіпсіздік, дұрыс. Яғни негізі взлом жасау өте оңай. Сол үшін мына жерде кіру тұратын болса, кез келген адам кіреді, әртүрлі нәрселерді көреді. Бірақ мына жерде құпия не жасайтын болсаңыздар, админ деген сияқты ше, онда оны табу қиын болады адамдарға, және кіруде қиынырақ болады. Яғни жақсы. Әлі жасалып отыр, жарап жылжи берейік. Яғни қалай болады негізі? Біз веб-приложениялар жасаймыз, сол үшін браузерден серверге сұраныс кетеді, серверден жауап браузерге кетеді. Яғни біз не қолданамыз негізі? Мен өзім қолданатын ең жақсы көретін нәрсем Supabase. Бұл жерде Supabase, яғни Supabase мен сіздерге көрсетіп өтемін. Негізі не нәрсе дегенде сразу түсіністіктерім болу үшін. Мысалы айтайын. Мысалы мен бір жақында өзіме бір пэт проект жасадым. Және базданық. Бұл базданық. Және базданықта міне осылай ақпараттар сақталады. Яғни мына жерде өзінің ID бар, қандай user үшін, number, үшін тағы басқа amount, қанша ақша деген сияқты, қай уақытта. Яғни біз турамнан өттік қой. Жаңа қайда Excel файл. Тура мынау сияқты, только ол интернетте сақталып тұрады. Supabase-тің артық жері. Мына жерге міне қараңыздар. Мына жерде мынау сұрақ сұрады ғой. Мына жерде мына жаққа жазбаңыздар жауапты. Мынаның өзіне жазыңыздар. Өйткені мына жаққа жауап беретін болса, мынау кетіп қалады да, ол түсінбей қалады. Сондай баг бар Клодта. Сол үшін мына жеріне жазасыздар. Мысалы /admin дедім. Болды. Маған сол ұнайды. Яғни кетті. Мен сіздерге. Мынау көрініп тұр ғой барлықтарыңызға, Сіздер естілмей жатсыздар, барсыздар ма? Жылдам да айт. Маған шамалы экран бұлдырап көрініп тұр. Менің интернетімнен ба, или қалай болып жатыр? Бәрінде солай. Жақсы. Міне, былай үлкейтсем көрінеді ғой, Яғни міне қараңыздар. Сразу 144 деген сияқты тұр ғой. Примерно видеода. Міне Supabase-ға кірген кезде, мынау сіздерде міне сіздердің проектлеріңіз, мына жерде Supabase-тың проектный адресі бар. Яғни ше, сосын мына жаққа кіретін болсақ, міне таблицалар. Мына жақта ше, мынау сіздің міне әртүрлі таблицаларыңыз. Міне қандай машиналар, менде мысалы қандай машиналар бар, қандай настройкалар бар, қандай инвойстар бар, бәрі яғни мына жерде. Сосын мына жерде SQL editor деген бар. Яғни мынау менің мына жерде мен жазған бүкіл нелерім, SQL сниппеттерім. Яғни мына жерде тұрады. Онда мен бұрын бәрін қолмен жазатын. Қазір еш нәрсені қолмен жазбаймын. Яғни Клодқа берем, Клод өзі жазып береді маған. Яғни
бұны сіздер қазір білулеріңіздің керегі жоқ. Яғни select, where, group, order, анау мынау, бұның бәрін білудің керегі жоқ. Негізі мен бұлардың бәрін өзім жақсы білемін. Бұрын қолдан жасап жүрген заттар. В общем, қазір жасайды. Мен мына жерде плюсті басам, новый snippet создавать етемін, тек сала салам болды. Түсінікті ғой, мына жерде міне SQL editor деген жерде база данықта ол көбінесе мына таблицалардың бәрін осы SQL editorдан өзгертесіздер. Бұл Excel сияқты емес, бүйтіп мысалы бүйтіп алып, мына жерден бүйтіп удалять ете салып, немесе мына жерден бүйтіп тағы қоса салып ше, ондай емес. Бұл жерде мысалы таблицада мына жерде бүйтіп ең шетіне барып бүйтіп қосып жүруге болады әрине, бірақ ол уақыт алады. Сол үшін ең оңайы SQL editorда мына жерде жасай берген жылдам. Негізі өзі сіздерге айтып береді. Мынау сіздің база данықтың визуализациясы, яғни қалай сіздерде не нәрсе қайсысына байланған, бұны мен негізі вообще қолданбаймын. Мына менде қандай таблицалар бар екенін көрсетеді, оның размерін көрсетеді, яғни ол особо қызық емес. Негізі ең важный нәрсе мына схема деген нәрсе бар. Бұл негізі өте маңызды, бірақ қазіргі кезде сіздердің өздеріңіздің кішігірім проектілеріңіз үшін сіздерге схеманы білу керегі жоқ. Өйткені оны Claude, ChatGPT, Codex, любой нәрсе жақсы жасайды. Бірақ егер ертең бір күрделі жасайтын болсаңыздар, онда схема бойынша бөлек өтуіміз керек болады. Өйткені ол жерде схеманы өздеріңіз белгілеуіңіз керек болады. Ал схема негізі өте маңызды. Потому что бұл база даныққа бәрі келіп осы база даныққа тіреледі. Яғни сіздер мысалы мына жерде қараңыздар, мысалы менде міне table editor, менде мысалы инвойстар бар. Жақсы. Мысалы машиналардың тізбегі бар. И мына жерде міне настройкалар бар. Но ойлаңыздар, егер мен мысалы мына настройканы мына жаққа шығармадым. Мен настройканы бұл жаққа шығармадым. И настройканы мен телефонның ішіне сақтадым. Немесе приложениенің ішіне сақтайтын боламын. Ертең егер бір нәрсе өзгертетін болсам, бірдеңе қосатын болсам, және настройка маған база данықтан запрос болатын болса, онда маған проблема болады. Потому что мен база даныққа сақтамадым. Түсінікті ғой, ертең өздеріңіз түсінесіздер. Мысалы мына жерде машинис деген нәрсе, бұл әрқайсысы әр юзерге тіркелген. Әр юзердің өзінің ID-і бар, яғни әр адам өзі енгізген кезде әртүрлі юзерге тіркеліп отырады. Оны негізі білгілеріңіз келсе, ертең болашақта бірге бір отырып өтсек болады бұндай нәрсені. Бұл жерде негізі тағы өтетін зат бар. Яғни мен сіздерге айттым, Так, тағы да түсіндіріп өтейін. Бұл жерде негізі primary key, foreign key дегендер бар негізі. Яғни қарапайым сөзбен айтқан кезде екі таблица бір-бірімен бірігеді. Яғни қараңыздар, мысалы міне ID, мынау мысалы міне primary key. Яғни бұл мына жолақтың, яғни мынау бір ақпарат қой, бір операция. Бір жолақ, бір операция. Түсініңіздер ғой, недегі сияқты ғой, мына Excel-дегі сияқты. Яғни мына жерде егер тағы бір операция жасаса, мысалы Айнұр деген. Мысалы телефоны, тіс салу қызметі, мысалы жаңа және күні айтайық. Мысалы 2 минуттан кейін келді. Яғни қазір екі операция болды. Яғни бір операция түсті, сосын одан кейін екіншісіне келді, екінші операция. Оны операция дейміз, ивент дейді, негізі событие дейді. Яғни бір событие, екінші событие. Яғни бізде де мынау да сол. Яғни біреу болды, сосын екіншісі болды, сосын үшіншісі болды. Яғни әр жолдың мынау мысалы ID-і. Ал мына user ID деген ол foreign key, яғни ол басқа бір таблицаның ID-мен байланып тұр. Яғни мынау әр юзерға байланып тұр. Ол менде мысалы мына жерде аутентификацияда әр юзер бар мысалы мына жерде. Міне көрдіңіздер ме? Мысалы мынау менде әр пользовательдер. Міне пользовательдер. И әр пользовательдің өзінің міне ID-лары бар. Көріп тұрсыздар ғой, unique ID, яғни уникальный ID номері. И сол кім не жасады, мысалы, мынау сол, яғни мына жолақ сол юзердің істеген әрекеті.
түсінікті ғой, ә? Түсінікті ғой? Иә. Болды, түсінсеңіздер болды, ертең оқып. Бізде анау бітті ма, бітпеді ма өзі, не болып кетті, Клод, айналайын. Бітіпті. Не дейді, админ HTML дейді. Ашып көрейік. Индексті ашайық. Бұлау. Әкімші кабинеті дейді. Индекс. Жасады ма екен? Жасамады. Так, ол қалған дайын браузерді админ деп тексеріп көрейік. Яғни мынау бізді түсінбеді. Бұл бізді түсінбеді, содан кейін бүйтемін. Сен түсінбедің, осылай болуы керек. Яғни мен оған көрсеттім. Міне соңында, міне админ URL. Енді түсіндім дейді. Өзі айтады, не жасау керек. Негізі бұл жерде, енді мына жерде біз индекс HTML деп тұрмыз ғой. Негізі мынау біздің сайт адрес қой, және мынау соның беті. Просто мына жерде ол былай емес, негізі былай болады ше ол. Негізі былай болады, сол үшін жауап берген кезде бар. Бұл папкаға салып жүрген ба, не істеген өзі, айналайын. Папкаға салып жүріпті ғой, бәсе. Жарайды, бола берсін. Жалғастырайық. Пока жасай берсін, жарайды. Кеттік. Superbase жаңағы бізде, басында ол тегін. Superbase'те тегін форматы өте ұзақ, өте көп нәрсені қамтиды. Яғни басында 1000 ба, 2000 ба, 3000 ба сізде қолданушы тегін қолда бере алады. Және ол сіздің приложениеңіз үшін сервер керек емес. Яғни кез келген жерде бірден қолдана беруге болады. Яғни приложениеңіз бірден жұмыс жасай береді. Яғни барлығы бұлтта сақталып отырады. Өздеріңіз көріңіздер, кесте сияқты сақталады. Және промпттарыңыз әрине қазақша жаза бересіздер. Міне кестеңіз көріңіздер ғой, айдос, жаңа тест тазалау күні, әсем, дана деген сияқты. Жаңа кез келген операция, жаңа форма, жаңа жолақ. Не жаңа айтқан ID, келесі ID, яғни бұл не үшін негізі бұлай жасалады, яғни бір деп бір-біріне неге байланады, неге мына жерге клиент және мысалы бір деп жазылмайды. Онда сіздерге бірден түсіндіріп өтейін. Өйткені мысалы қараңыздар, мысалы мына жерде заявка деген қалай, өтінімдер, көрініп тұр ма сіздерге? Өтінімдер және мысалы мына жерде айтайық төлемдер. Мысалы мына жерге айтайық, біздер тағы вставить. Мына жерге жазайық, мысалы ID. Жайды, тұра берсін. ID мысалы мынау 1, мынау 2. Яғни бізде екі түрлі не бар.
клиент бар. Және мысалы төлемдер, мысалы сомасы, клиент и күні. Сомасы мысалы 20 мың теңге, және клиент Қасым, давайте Қасым и күні. Бүгін төлейді деп айтасыздар. Және 30 мың, клиент бізде Айнұр. Бұлай жазғанның қандай қатесі бар? Қалай ойлайсыздар? Бұлай мен атын жаздым ғой. Бірақ мына жерде неге 1, 1, 2 деп жазылып тұр? Неге уникальность жоқ. Ол дұрыс, аха. Ол өте жақсы айтылған. Екінші. Сосын мына текстовый поле ғой, ол көп жадты қамтамасыз ету керек. Енді ойлаңыздар, мысалы мынандай сіздерде айтайық. Мысалы не болса деймінші? Көп файл болатын болса, и осындайда мысалы өте көп соңына шейін кететін болса, мысалы ол деген сақтаған кезде, мысалы давайте сақтап көрейік. 300 емес, давайте. Төмен кетіріп көрейік, давайте. Мысалы 1500 запись бар деп атайық. Сохранить как? Мынаны өтінім дер. Және біз оны лайк-кодинг бірінші ағым. Фейк база деп атайыншы. Фейк базаға айтайын өтінімдер текст. И және біз оны ашып көрейік. Фейк базада өтінімдер текст 39 килобайт алады екен. Көріп тұрсыздар ғой? Салмағы 39 килобайт. Енді тура соны астына шейін, жағаға шейін түсіріп шығайық. Немене отыр мынау? Excel деген. Заменить деп дейсаңыз. Қасымды 1-ге, Айнұрды 2-ге. Сөйте салған дұрыс қой, сөйте салғанда. Қасым. Сохранисек. Өтіндер мынау. 38 килобайт. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл уже бірталай нәрсені экономдатшы бізге. Целый 1 килобайтты экономдады. Енді ойлаңыздар, сізде база данных ертең миллион запистер болған кезде сізде уже бірнеше гигабайтқа кетіп қалады. Разница ше? Ол жарайды, біз мынау сәл ғана кішкентай ғана текст қой, бізде 3 қана нәрседен тұратын ше. Ертең мысалы әртүрлі нәрселер бір-біріне байланған кезде оны ертең калькуляция жасау ұзаққа кетеді. Сол үшін
осындай номерлер ID-лар арқылы бір-біріне байлағанымыз дұрыс. Түсінікті ғой, келесі айтайық, CRUD деген нәрсе бар, яғни create, read, update және delete. Яғни қосу, оқу, мынау өзгерту және өшіру. Бұл база данықпен іс-әрекетті білдіреді. Яғни база даныққа бірдеңе қосасыз, бірдеңе оқисыз, бірдеңе өзгертесіз және бірдеңе өшіресіз постоянно. Жаңа мысалы SOPABASE-ті ашамын. Мысалы база данық. Бір нәрсені удалить етесіз, немесе бір нәрсені ашқан кезде ол оқиды, ол read, және update деген бар, яғни мынаны өзгертеді, және delete деген бар, яғни оны өшіреді. Но мен сіздерге сразу бір нәрсені айтам, мынау практически ешқашан қолдануға болмайды. Неге ойлайсыздар? Неге өшіруді қолдануға болмайды? Неге мен былай өшіргенім болмайды? Неге мен мысалы алдым да өшіріп тастадым мысалы. Неге осылай өшірген болмайды? Бір клиент айтты, менің данныйымды удалить етіңіздер деді. Окей деді, удалить еттік ше, профилін удалить етіп тастадық. Не болады? Қалай ойлайсыздар? База данықта мусор жиналып қалады, ана төлемдерді өшіріп тастадыңыз ба, әлде қалай? Жоқ, мен Или тек қана клиенттің профилін өшіріп тастадым просто. Клиент өзінің профилін. Онда төлемдерде запись қалай істесем болады? Мен мысалы қараңыз. Түсініксіз болады да, кім қай клиентке тұрған. Иә, мысалы сомасы міне клиент деп тұр, иә, 1. Мен ертең аналитика жасаған кезде қай клиент алды дейтін болсам, менде клиент 1 жоқ. Иә. Таба алмаймын. Екінші нәрсе бар, каскадный удаление деген бар негізі. Яғни кейбір база данықтарда каскадный удаление қосылады. Яғни егер мен мынаны удалить етсем, бүйтіп ше, мына жақтағылардың барлығы удалять етіліп кетеді. Анда просто флаг қою керек, то, что disabled, enabled, пользователь. Иә. В общем, былай ғой, мысалы, жаңа мен мынаны удалить еттім, иә? И мысалы мына жерде бірмен қатыстылардың барлығы удалять етіліп кетеді. Өйседі сразу. И содан кейін мен біткен кезде мен база данық осындай болады. Сол үшін ондай болмас үшін ең лучший вариант вообще мен қалай жасайтын өмірімде. Түсінікті ғой? Яғни новый қасына не қосамыз? Строка deleted true. И вообще deleted деген де дұрыс емес, негізі пользователь болатын болса deactivated деген дұрыс ше. Мына жаққа deleted. И жаңа егер бір транзакцияны ғана удалить етсеңіздер. Түсінікті ғой, иә? Болды. Яғни мынау сіздерде true немесе false болады. True дегенді білесіздер ғой, true false деген не мағына білетін. True деген яғни иә, false деген жоқ, яғни ақиқат және ақиқат емес. Яғни қазақшасы оны. Ақиқат және өтірік, жалған. True деген ақиқат деген сөз, яғни осылай жазған дұрыс. Түсіндіңіздер ғой? Вообще ертең өтесіздер. Яғни SOPABASE-та фронтенд через API арқылы неге жазады? База даныққа, сосын API арқылы қайттан келеді. Сол. Яғни біз API ключтарын SOPABASE-тан аламыз. Мен сіздерге потом новый SOPABASE создавать еткен кезде мен сіздерге көрсетсем қандай API алу керегін. API соның API өзі жібереді негізі. Вообще сіздерге API-ді білудің керегі жоқ, бірақ просто мен сіздерге айтып түсіндіріп өтейін. Яғни API-да бірнеше өзінің сообщениялары болады. Яғни пост деген метод болады.
get деген метод болады, patch және delete, яғни тура сол жаңағы жазу, оқу, өзгерту және өшіру, яғни өзімен ойнайды. Row level security деген бар, яғни Supabase-та оны өтеміз. Row level security деген, яғни тек адамға өзінің данныйлар ғана көрсетіледі. Оны өтеміз. Сіздермен пока что ол сіздерге білудің керегі жоқ. Но сразу айтам, адамдарға RLS сізде неде тестирование кезінде немесе жасап жатқан кезінде қоспай ақ қойсаңыздар болады. Но продакшнға шығарған кезде, яғни уже қолданатын адамдарға берген кезде, реальный пользовательдарға RLS болмаса, біреудің данныйын екінші адам оқып қою оңай. Оны SQL injection арқылы оқып қояды. Penetration тестерлер. Сол үшін row level security деген сол әр адам тек өзінің данныйларына ғана доступ бола алатындай қылып жасайсың. Сол кезде әр адам тек регистрироваться етеді, и сол регистрироваться еткенде өзінің данныйларын ғана көре алады. Яғни өте защищенный болады. Қауіпсіз болады. Қауіпсіз болады, негізі вообще ертең өтеміз мынаны. Негізі мына DevTools дегендер бар. Development Tools'ты вообще қолданып бердіңіздер сіздер неде? Safari'да немесе басқа жақтарда қолданып бердіңіздер? Жасамадым өзі. Жоқ. Қолданып көрген жоқсыздар, иә? F12-ні басып кодты қарап па? Иә, F12-ні басып кодты қарап. Мысалы, мына жерден ше, негізі ертең көрсетем жай, пока оған кірмей ақ қояйық, ол әлі сіздерге ерте шығар. Но негізі маған Chrome'да больше ұнайды жасау. Вообще бүйтіп басқан кезде сол коды шығады да, содан кейін соның аласында мына жерге салсаң, ол токендерді экономдайды. Түсінікті ғой, мынаны өзгерт десең, чтобы ол бүкіл контекст қайтадан оқып жүрмес үшін, мысалы, тек соның ғана несін данныйын аласылды. Жарайды, оны потом өтеміз. Development Tools керек емес бізге. В общем, мынаны сіздерге керек емес. Хорошо. Домен қайдан аламыз білесіздер ғой? Домен аласыздар PS-KZ-тен. Вообще PS-KZ бар, немесе хостер бар, разница жоқ ше. Вообще Қазақстанда екі сайт бар, самый популярный. Біреу PS-KZ, біреу хостер-KZ. PS жақсы. Мен PS жақсы көрем өзім. Маған ұнайды PS. Бірақ хостер, кейбір нәрселерді хостерда да жасаған. Бірақ маған PS-тің просто PS-та көбірек жұмыс жасадым. Өзіміздің Dreamskills PS-та тұрғаннан кейін мен PS-қа үйреніп алғам. Яғни осы жерден сайт іздейсіздер. Мысалы, кез келген сайт, білмеймін, Stom Алматы деген сияқты ше, .kz іздеуді басасыздар. Және не? Stom Алматы KZ, жылына 9590 теңге, добавить в корзину. Корзинаға барасыздар. Все. Мына жерде перейти к оплате, бірінші регистрация жасайсыздар, сосын перейти к оплате и сөйтіп сатып аласыздар. Содан кейін жасағаннан кейін ішіне кіресіздер да өзіңіздің барлық нәрселеріңізді уже через Supabase, через Vercel потом лақтырасыздар. Пока, давайте мынаны жасай берейік. Яғни міне бізде сайт шықты. Яғни біз бұны не істеді бұл? Жабасылайық. Так. В общем, дальше садық. Именно жерде, яғни ол мына жаққа тықып қойған екен админді. Яғни біздер кіреміз. Окей. Допустим, мысалы маған мынаның несі ұнамайды.
Сіздерге ұнап тұр ма мынаның суреті? Мына жердегі. Давайте былай айтайық. Мынаның суреті маған ұнамайды. Мен бұның суретін өзгерткім келеді. Жайды, тұра берсін. Не болса да. Болды, осыны енді давайте біз оны не істейміз біз оны? Давайте енді бұны бүйтіп айтам. Окей. Маған бәрі ұнап тұр. Енді мен бұны сайт қылып жасағым келмейді. Мен бұны былай жасағым келеді. Мен бұны бір уже мобильный приложение қылып жасағым келеді. Мен бұл жерге бір тест өткізгім келеді. Ой, сіздер қазақша қоя. Тест қосқым келеді. Кешіріңіз, бір сұрақ. Иә. Бэкэнд сонда Supabase-пен Vercel-да болады. Сонда хостинг керек емес па? Жоқ. Давайте мен сіздерге Персоналға. Мен бүйтіп айтам. Мысалы, мен осыны приложение қылып жасайын, давайте. Бүйтем. Сделай мне веб... Ой, қазақша қоя. Тамаша, енді маған веб-приложение осыдан жасап бердім. Ол қазір маған айтады өзі, не нәрседен жасайым, анау-мынау деп ше. Саған Next.js-пен жасайым ба, андай-мындай деген сияқты ше. Ашылса еще айналайын. Телефон қорын атынатын PVA. Бүйтіп айтайын. PVA плюс Supabase. PVA деген сөз, яғни ол телефонда ашыла береді ше, как веб-приложение ретінде. Просто Progressive Web Application деп айтылады. Яғни ол бірақ, в общем, өзінің какой-то бір нелері бар енді, минустары бар. Но особо ештеңе етпейді. Но мен айттым PVA және Supabase давай. Сіздер Supabase-ға кіріп, қазір регистрация жасай беріңіздер. Мен жазып жіберейін қазір сіздерге. Оқыда деген. Жаңа жоба ашамын. Менде Supabase-те бірнеше проект тұр. Мынау менде тестовый проектлерім. Қойыңшы.
регистрация. Пароль. Email'ını tekşerit. Yani. Қазір кірейін. Қателеспесем осылай еді ғой. Менде телефонмен кірді да, мында телефонмен кірмей жүрмеді. Почтаға келмей жатыр. Почему-то сол естік. Так, хорошо. Осылай сіздерде ашылады. Яғни personal, free, create organization. Өйстіп организация создавать етеміз. Мен organization тұр. Так, мына жерге database паспорт обязательно бересіздер. Но мен оны всегда менде бүкіл жерде бүкіл бәрі сондай. Бәрі бірдей. Сосын мына жерде регион сервер, Asia Pacific, Europe, Americas деген бар. Яғни ең жақын таңдайсыздар, өйткені скорость бойынша сіздерге ең жақыны болу керек. Мен мысалы Asia Pacific деген таңдаймын, өйткені маған Австралияға Asia Pacific жақын. Сіздер таңдасаңыздар болады, Central EU, Frankfurt таңдасаңыздар болады, сіздерге ол жақын. Окей, мен мысалы даже мен Океания, Сидней деген таңдасам болады екен. Но тұра берсін, Asia Pacific мен рекомендуйт, маған жарайды, тұра берсін. Мына жерде Automatic Role Level Security пока менде өшіп тұрады, пока қоспаймын. Окей, Create New Project, яғни новый проект создавать етем. Сохранить пароль. Все. И менде мне создаваться етілді новый проект. Окей. Тамаша. И мен мынаған, сосын мынау бітірді ма, не болды? Мынаған. Подвести аску. Бізде сессия 1 сағат, е? Қандай өшіп қалмай ма екен? Жаңа сессия создавать етейін, пока ано бітіп атқанша, я видеоны жаңадан қосам, окей? Жаңа ссылка жіберем, сол ссылкаға кіресіздер. Жақсы ма?
А то Хорошо? қазір Иә. өшіп қалады. Так. Жақсы, жалғастыра берейік. Қазір 4 адам бар екен, не? Мен сізге экранмен қазір бөлсем. Вот. Админка қоссаңыздар. Көрдім. Аха, көрініп тұр ғой, иә, қазір? Көрініп тұр, аха. Вот, енді давайте былай жасаймыз. Мен мысалы мынандай создавать еттім, жаңа кодқа кіреміз. Бар жолын қолданамын. Және жағы мынау Superwaste-тің жобасын қолданамын деп дедім. Жаңа жоба аштым. Так, мына жерде мысалы таблицаларымыз әлі ештеңе жоқ көріп тұрсыздар ғой, Create ол жақсы, тамаша. Біз вообще бұған айтамыз қазір. Мен саған яғни бұл анау алдыңғы жобаларды ойлап кетіп жатыр. Егер түсінбесеңіздер сұрайсыздар. Мысалы мен былай істесем болады. Давайте былай істеймін. URL ол негізі сұрайды, негізі, но мен өзім мысалы Project Overview-дің ішінде мысалы мына URL-ды копировать етемін. На Project Overview-да Superwaste-да копировать етемін да беремін. Сосын Project Settings-қа кірем. Мына жерде API Case деген бар.
мына жерде міне анон. Анон дегенді аламын да. Анон бердім. Негізі сервис кейде екеу почему-то супервайзда бірге жүреді. Осы үш нені берем? API ключтарды берем. Және қазір өзі кетеді осылай. SQL орындау керек дейді. Болды, SQL-лармен кететін болдық. Ештеңе етпейді, ол бізге SQL файлдарды өзі береді. Біз сол SQL файлдарды копировать етеміз. Кстати, сіздер не жазып алыңыздар? MySQL Workbench деген жазып алыңыздар. Менде ашылмай тұр. Мынандай не приложение жазып алыңыздар. Жарай ма? Біз осыны қолданамыз. Ертең SQL-дарды ашқан кезде файлдарды сол арқылы ашатын боламыз. Пока что авторизациясыз, яғни юзерсіз кетейік, яғни қарапайым көрейік, сосын авторизацияны келесі сабақтарда жасайтын боламыз. Міне, Запись жүріп отыр ма? Запись жүріп отыр, иә. Сол жақ мәзірде міне SQL Editor New Query дейді. Мен жасаған Superbase Setup SQL файлын ашып, ішіндегі бүкіл мәтінді көшір дейді. SQL Editor'ге қойып, run бас дейді. Яғни қазір мына жерде маған шығарып береді файлды. Немесе уже дайын болатын болса, мен кірсем болады. Мына жерде менде Superbase Superbase Setup SQL деген файлды маған жасап қойыпты. Міне, мынандай жасап қойған. Яғни бәрін көшіремді, копировать басам. Ctrl-C жұмыс жасамайды. Copy деп обязательно сөйтіп барам. Сосын мына жаққа кірем, міне SQL Editor. Сосын мына жерде новый snippet, создавать етемін, мына жерде run деген басам. Бұл бізге жаңағы таблицалар создавать етіп береді. Running кетіп жатыр. Success. Мына success деп шықты. Яғни ешқандай проблема жоқ деген сөз. Яғни бізге table editorға кіретін болсақ, міне бізде leads таблицасы пайда болды. Көрдіңіздер ғой? Міне leads таблицасы және міне ID и аты жөні, телефоны, сервис, коммент, статус и және қай уақытта ол бізге түсті. Енді ол бізге жасап жатыр JavaScript-пен. Күтеміз. Мен айтып отыр, Superbase-тен алып отырады, яғни прямой Superbase-ке жазады, және прямой Superbase-тен алып отырады. Мына жақта негізі, мына жақта көрген маған ұнамайды, ыңғайсыз мына жақта. Мен обычно бұны бүйтіп жауып тастаймын да. Мен сосын оны Safari'да ашам. Маған ыңғайлы осылай компьютерде өйстіп көріп отырған. Өйткені мен оны потом былай істей аламын. Бүйтем да. Мобильный версиясы примерно осылай көрінетін. Қарайым. Компьютерде қалай көрінеді, былай көрінеді. Ал мына жерде олай қарай алмайсың. Мына жерде бүйтіп максимально бүйтіп отыру ыңғайсыз.
сондықтан мына жерде ашып қараған ыңғайлы. Кеткен кезде уже дайын тұрады менде. Пример мобилка. Бұның вообще бүкіл логикасы, біз ешқандай данныйды компьютерде өзімізде сақтамаймыз. Ертең мысалы бір серверге алмаймыз, барлығы ақша, барлығы көп еңбек етеді, талап етеді. Сопабейсті қолданатын болсақ, ол тегін, но любой мощный серверден гөрі мощный ше Сопабейс. Және кез келген MVP, прототип, даже продакшнның басын осымен жасай беруге болады. Потом Сопабейстен жақсырақ не сатып алуға болады. $20 тұрады. $20 тарифін сатып алсаңыздар, оның ішінде деген өте көп пользовательдер қолдана беруге болады. Кесте бар, массив бос не тексеріп жатыр, яғни SQL-ды сәтті орындағансың дейді. Яғни SQL, жаңа біздің жасаған SQL-ымызды ол уже оқып, уже түсініп тұр, бәрі бар екен. Міне барлық 5 операция бәрі дұрыс істеп тұр. Insert, read, update дейді, көріп тұрсыздар ғой. Кішкентай ғана сайттың өзін осындай ұзақ жасайды. Сіздерге бәрі түсінікті болып жатыр ма? Записаны қайда қараймын? Бір момент өткізіп алдым да. Аха, жарайды. Мысалы Safari'ден ашам. Қабылдауға жазылып, енді давайте жасап көрейік. Атыңыз, білмеймін. Мақсат. Ой. Қызмет түрі. Білмеймін. Сіз ағарту. Жай. Консультация. Мақсат түскен екен. Міне. Сопабейста шықты, көрдіңіздер ме? Енді біздер кез келген нәрсені осы HTML-ды мен қазір сіздерге группаға жіберетін болсам, және сіздер оны группадан ашатын болсаңыздар, сіздердің барлықтарыңызда мына ақпарат шығады. Потому что бұл қазір менің компьютерімде емес. Мысалы, мына индекс HTML әрине бұл менің компьютерімде істеп тұр. Жүрей ме? Но мына ақпарат Сопабейсте тұр, облакада тұр. Кез келген жерде мен бұған доступ жасай бере аламын. Енді келесі шығаратын нәрсеміз біздің Vercel. Мен бүгін Vercelге шығармай ақ қояйық, бұл уақыт
сабақта шығарайық Vercel'ге. Менде таңертең жұмыс. Но мен сіздерге айтам, мына жерде жаңа проект создавать етесіздер. Айналайын интернет. Айналайын. Жарайды, Vercel'ді келесі сабақта өтетін боламыз, Құдай қаласа, сенбі күні. Но мына Vercel, одан бөлек Netlify деген нәрсе бар. Ой, Netflix қойылып кеткен емес. Одан бөлек Netlify деген нәрсе бар. Яғни осы Netlify және Vercel сіздің приложенияларыңыз тегін осы жерде тұра бере алады. Ешқандай проблемасыз. Және тегін. Оны көрсем, сіздерге қалай жасауға болады. Ну, в общем, келесі сабақта өтеміз, Құдай қаласа. Әзірше Supabase-ті үйреніп алыңыздар, шығарып. Үйлеріңізде бір жаңағы индекс HTML-дан Supabase-ке бірдеңе жазылатындай қылып жасаңыздар. Жарай ма? Үйге тапсырма. Өйткені егер сіз қалып қоятын болсаңыздар, келесі неде қиын болады. Түсінікті ғой, иә? Үйге тапсырма, Supabase-қа тіркелесіздер, Supabase-тан проект ашасыздар, сосын Supabase-тағы жаңағы URL мен жаңағы anon ключті неге бересіздер, және ол создың сіздің кез келген жаңағы индекс HTML-дағы жасаған данныйларды Supabase-та шығарыңыздар. Окей? Все хорошо. Осымен бүгінгі сабақты аяқтайық, Құдай қаласа. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сол жаңағы сұрақ менің хостингтің орнына сонда Vercel мен жаңағы Netfly-ды қолдануға болады, иә? Солай ма? Иә. Хостинг алу керек жоқ сіздерге. Мысалы, ол ақша тұрады, а Vercel мен Netlify-да ол тегін. Netlify ол уже готовый продакшнда уже затыңыз тұрса, Netlify-ға шығара салуға болады. Потому что Netlify, он чарджит за деплоймент. То есть какой-то определенный деплойменттарда токеннің бітіп қалады ше. А Vercel'де там бесконечно деплой жасай бересің. Деплой деген сөз, яғни сайттың обновлениясын сен салып отырасың ше. Там бесконечно өзгерте бере аласың сайттың, потом деплой дейсің. Ол Vercel'де жаңағы хостингке барады да, хостингте бір 40-50 секундтың ішінде сайт обновиться етіп отырады. Но біз Vercel'ге қосқан кезде, неге мен Vercel'ге қазір қоспа деп отырмын? Потому что біз Vercel'ге через GitHub қосамыз. Сол кезде GitHub-тан Vercel'ге шығарасыз. Application-да. Иә, потому что GitHub-тың жақсы жері, сіздер любой ертең бір нәрсе жасаған кезде, если что-то упадет, мысалы айтайық, мысалы мына жерде сіздер, иә, мысалы CSV экспорт істемей қалады, мысалы кейде ше, мысалы просто тупо істемей қалады, немесе мыналар істемей қалады, немесе бірдеңені өзгерткен кезде мына қабылдауға жазылу деген кнопка жоқ болып кетеді, немесе басып жіберу деген басқан кезде кетпей қалады ше. Любой нәрсе сынып қалуы мүмкін. Ондай кезде мысалы сіздер кіріп мына жерге өзгерт деп отырмайсыздар ше. GitHub-қа барасыздар да предыдущий оң алдындағы версиясын просто қоса саласыздар болды. Түсінікті ғой, оны контроль версия дейді, яғни бұрынғы версиясы восстановить ете салады, но база данных сіздерде сақталып тұр по-любому. База данных актуальный, но версиясын оның алдындағы версияны қоса саласыздар и барлығы істеп тұрады, потом пока мына жерде дұрыстап аласыздар, тестировать етіп аласыздар, нормально болған кезде қайттан GitHub-қа коммит етесіздер, пуш етесіздер, GitHub өзі сақтап алады да Vercel'ге автоматом жіберіп отырады. Яғни сіздер кіріп, опубликовать, анау деп отырмайсыздар, GitHub-қа кетті ме, автоматически Vercel 40 секундта обновить етеді, сразу актуальный версиясын шығарып отырады. А мұнда стек қандай қазір? Java ма? JavaScript? Мына жерде ма? Мына жерде JavaScript, я, простой JavaScript, вроде как бы, я. Ешқандай, өйткені мына жерде көріп тұрсыздар, просто HTML болып тұр, көріп тұрсыздар ғой, я? Келесі сабақта, скорее всего, біз оны Next.js-қа ауыстырамыз. Сол кезде через Next.js жұмыс жасаймыз. Мен просто мына жерде
просто фронтенд сонда Next.js да қазір болады. қазір ма или болашақта ма? Кейін болашақта, иә. Болашақта иә Next.js-пен істейміз. Но қазір просто HTML-да просто Next.js-пен мен жазсам ұзақ уақыт кетеді ше. Қазір сіздерге 1,5 сағатқа біз кірмей қаламыз ше. HTML-мен жеңіл болғаннан кейін мен жылдам көрсетіп отырмыз. Но келесі сабақтарда уже Next.js-пен мен новый проект создавать етемін. И сол новый проектте уже сіздер көресіздер Next.js-пен создавать еткенде, потом оны уже там ноут модульдары болады, оны потом жаңағы қалай аны бүйту керек, бәрін көрсетемін. Сосын оны хостингке қалай шығару керек, сосын ол хостингке шығарғаннан кейін PSKZ-ға кіріп қалай DNS-тарын прописывать етесіздер, оның бәрін көрсетіп беремін, құдай қаласа. Чтобы сіздердің нелеріңіз онлайн сразу істеп тұратындай ше. Пока сіздер, біз әлі екінші сабақтамыз ғой, примерно мен ойлап тұрмын, сол бір 5-ші сабақта уже примерно көп нәрсені бітіреміз да, 6-ші сабақта мүмкін каждыйыңыздың проектлеріңізбен кішкене отырамыз ше. Жақсы. Бэкэнд тоже Next.js болады, да, или қалай? Жоқ, бэкэнд Supabase-да болады. Supabase-да. Короче, Supabase это бэкэнд и база данных екеуі бірге. А анау для хранения application, да? Vercel-мен. GitHub это просто контроль GitHub. версии. Контроль версии. Vercel для компилирования, деплоя и хостинг, короче, application, да? Хостинг деген просто интернетке папка ғой, интернеттегі ше. Просто сол папкаға шығарып қоясың, сол папкаға. Мен ойладым, VPS сервері жалдау керек бір жылға қайттан деп. Ой, жоқ, зачем оны? Ол қымбатқа шығады. Ол біріншіден қымбатқа шығады, екіншіден ол мысалы сіз аласыз, сізден басқа 9 адам ала алмайды оны. Мен негізі постоянно сөйтетінмін, постоянно VPS серверді жалдап аламын, либо PS-тен, қазір соңғы кезде Контабадан, сосын namespace-тан нені аламын, доменді аламын, сол қымбатқа шығады. Ой, қымбатқа шығады, Vercel тегін. Еще вертяктар көп анда. Ой, конечно, ол деген, зачем ол? Мен айтамын, ескі заманның адамын ғой, просто қара. Баяғыда сол қалай жасалып бастады, кезінде ол болған жоқ қой, барлығы Vercel, там, Supabase, ештен болған жоқ қой, все с нуля жасайтынбыз. И VPS-та, короче, жалдап соған. Прям серверді қолдан көтеріп, сөйтіп отырады. Иә. Ол былай ғой, олны, давайте былай айтайық. Vercel примерно, мен сіздерге айтайын, до несколько тысяч активных пользователей Vercel идеальный. Но когда Vercel'де өте көп пользовательдер, өте көп активность болған кезде, Vercel Pro версиясын сұрайды ше. Яғни Pro версиясын сатып ал дейді. Яғни бір $20-25 айына. Но былай болады, кейде сізде мысалы бірнеше мың емес, бірнеше 100 мың пользователь болады ше. Сол кезде Vercel уже сізге айтады $25 емес, айына там $500 немесе $700 планды ал дейді ше. Ондай кезде жаңағы кетесіздер, там VPS аласыздар ма, Amazon Web Services аласыздар ма, әйтеуір өзіңіздің личный серверіңізге көтересіздер де, сол бәрін ауыстырасыздар сол жақ. Сол кезде ол арзан болады. Но пока... Сол кезде докерді қолдану керек па? Оны енді сол кезде жеткен кезде өзі қарайсыздар сол кезде не нәрсе қолдану керек, не нәрсе қолданбау керек ше. Ну, мен сіздерге айтайын, ол ближайший 5 жыл точно ешкімге не светит оны жасау. Ол кезде өмір қандай болады, вообще ешкім білмейді. Сол үшін ондай пока ондай деңгейге бармай қойық, пока біздер мына жерде былай ғой, идея келді, жылдам вайп-кодить еттік, жылдам шығардық интернетке, жылдам саттық, жылдам ақша алдық, тестировать еттік ше. Жылдам. И ол бізге, в принципе, керемет мүмкіндіктер береді ше. Аз ақшамен, яғни ақшаны экономдайсыздар да, ол көбірек ақшаны сіздер адам жалдауға жұмсайсыздар, немесе рекламаға жолдайсыздар ше.
немесе басқа нәрсеге, яғни ресурстарды тиімдірек пайдаланасыздар, уақытыңызды тиімдірек пайдаланасыздар, тағы бірдеңе. В общем, самый идеальный стек это Supabase және Vercel қазіргі кезде. Тегін, Supabase да тегін, Vercel де тегін. Supabase-та мен қателеспесем күніне 50 мың оқылым, 50 мың ба, 70 мың ба жазылым, там 50 мың ба өзгерту деген сияқты нәрселер, операцияларға шейін тегін. Ойлаңыздар. Это примерно бір жоқ дегенде бір 10-20 мың пользователь и активныйлардың ішінен там 10-20 мың активный пользователь шығар даже ше. Былай айтқан кезде ондай дәреже, енді білмеймін, 10 мың активный пользователь Қазақстанда енді бір бүкіл Қазақстанды жинайтын болсақ, бір білмеймін, бір 20-30 шақты ғана приложение да бар шығар ондай деген ғой. Сол жарайды онда. Сұрақтарыңыз болмаса, сабақ осымен бітті. Сіздердің үй жұмысы белгілі. Онда енді Құдай қаласа сенбі күні кешкі сағат 5-те сіздермен кездесетін боламыз, Құдай қаласа. Жарай ма? Жақсы, рахмет. Жақсы. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Мен нәрсе сұрайын деп едім. Иә, сұрай беріңіз. Мен үй жұмысына идея таптым. Бірақ әлі жасамадым. Бірақ промптты жасап қойдым. Жасап сізге жекеге ертең жіберсем бола ма? Иә, жіберіңіз. Все хорошо тогда. Сізде қандай идея? Сізде ол идея просто проектке ма, или сіздің өзіңіздің болашақтағы идеяңыз ба? Басында мен жаңағы сіз көрсеткен мысалмен жасап көрейін деген ой келді, бірақ болашақта проект қылып жасауға болады ма деген идея туды. Тоқтай тұрыңыз. Мен записьті тоқтатайын, иә? Содан кейін сіз айтсаңыз болады, өйткені доступқа кетеді вообще.